Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 17-ші сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Біз бұған дейін көп тақырыптарды өттік и мынау тәжвид қағидаларына кірген болатынбыз, мінекей. Бұның ішінде біз мәт түрлерін өттік и мәттің созылу себебі хамза болған түрлерінің, яғни бірінші түрін өттік. Енді мәттің екінші түрі созылу себебі сукун болған мәттер. Бұлар өздерінің ішінде мәтті ләзім, мәтті арт, мәтті лим болып үшке бөлінеді екен. Енді қараңыздар. Созылу себебі сукун болған мәттер дегеніміз, яғни мәттің себебі сукун, яғни мәттен кейінгі әріп сукунды алып келеді. Көбіне сол жағдайға қатысты ережелер. Қараңыздар. Бірінші түрі ол мәтті ләзім деп аталады. Аты айтып тұрғандай ләзім, яғни бұл жағдайда да мәтті 4-6 секундқа созу міндетті. Бұлар калима мусаққала, калима мухаффафа, харф мусаққала, харф мухаффафа деп бөлінеді екен. Енді қараңыздар. Калима мусаққала дегеніміз ауыр сөз деген мағынаны білдіреді, және бір сөздің ішінде мәт әрпінен кейін шәддәлі әріп келсе, онда ол калима мусаққала болады. Яғни, мінекей, мәт әрпі деп отырамыз, міне мынау ирек белгіні көріп тұрсыздар ма? Так. Вот. Мынау ирек белгіден кейін әріп шәддәланып келсе, онда ол ауыр сөз болып айтылады. Бірақ 6 секунд, 4 секундқа созыла береді. Мысалы, уәла доллин. Бұл Фатиха сүресінен мысалы. Енді калима мухаффафа дегеніміз жеңіл сөз, яғни мінекей, мәт белгісі тұр, мәт белгісінен кейін сукун келсе, онда бұл жеңіл сөз. Яғни әәл, әнә. Не үшін жеңіл сөз? Өйткені мысалы біз мәтті 4-6 секундқа созған кезде не істейміз? Кішкене демді ұстау кішкене қиынырақ болады, сонда біз сукунға 1 секунд тоқтап дем алып алғандықтан жеңіл болып келеді екен бізге. Әәл, әнә. Ал мына жерде ешқандай тоқтамаймыз. Уәла доллин. Көбірек созылу керек болып қалады, сондықтан ауыр сөз деп тұр. Енді қараңыздар. Екі жағдайда да 4-ке 6-ға созады екенбіз. Екі жағдайда да, мысалы, міне, мәттен кейін сукун кеп тұр ғой мына жақта. А біздің бүгін өтіп жатқан тақырыбымыз не? Созылу себебі сукун болған мәттер. Мінекей, мынау сукунның себебінен мынау мәт болып тұр деп айтылады да негізі. Енді харф мусаққала дегеніміз ауыр әріп. Енді егер Құранды ашып қарағандарыңыз болса, мұқатта әріптері деген бар. Яғни осы әріптер, бірақ мынадай әріптердің үстінде міне мәттер тұр ғой, осылай мәттер келеді. И біз сол әріптерді не істейміз? Мәт қылып созып оқиды екенбіз. Алифте мысалы мәт жоқ, оны жай ғана алиф дейміз де, ләм мен мимді мәт қылып созамыз. Алиф, ләм, мим деп. Құранда көп сүрелердің бастапқы аяттарында осылай келеді. Ол харф мусаққала, яғни ауыр әріп деп аталады екен. Яғни бұлар созылады, иә? Ол да 4 секунд, 6 секунд мөлшерінде созылуы керек. Енді харф мухаффафа, яғни жеңіл әріп дегеніміз, бұл жерде мысалы қараңыздар. Енді болғанда мынау мысал келеді. Бір мысал келтірген, қараңыздар. Мысалы, егер мим деп, мысалы мына жерде алиф, ләм, мим деп тұр ғой. Енді мим дегенде мына жерде яй әрпі тұр, одан кейін кәсіра тұр. Мим біз созамыз, иә? Одан кейін не тұр? Мәттен кейін бізде сукун тұр. Демек, бұл созылу себебі сукун болған мәт, бірақ не? Жеңіл тұр. Яғни сукун тұрғандықтан біз мим деп тоқтаймыз ғой. Сондықтан жеңіл бізге. Мына жақта біз жеңіл сөзді өттік қой, сол секілді мынауда. Енді осы мынау калима мусаққала, калима мухаффафа, харф мусаққала, харф мухаффафа, бұлардың барлығы 4-ке 6-ға созу уәжіп болып қалады екен да бізге. Енді осы 4 түр бізде мәтті ләзім деп аталады. Мінекей. Созылу себебі сукун болған мәттердің ішіндегі мәтті ләзімі осы. Қатты қиын емес, осы мысалдарға қарап кішкене үйреніп алсаңыздар, енді бірден жаттап кетіңіздер деп атқан жоқпын. Ол әрине біз практика барысында, Құран оқу барысында сіздерге түсінікті болады, иншалла.
Жақсы ма? Енді мәтті арт. Мәтті арт дегеніміз, егер бір сөзде мәт әрпінен кейін созу мәт себептерінен арт сукун келсе, мәтті арт болады. Яғни бұл жерде мәтті артты созуға да созбауға да болады Құранда, бірақ созған абзалырақ. Мысалы қараңыздар, мынау сөздердің барлығы аяттың соңында келген сөздер. Біз аяттың соңында міндетті түрде тоқтаймыз. Сонда қалай? Қараңыздар. Нәстәғина. Аяттың соңында келген мәт әріптер, яғни яймен кәсіра. Нәстәғин деп тоқтаймыз ғой. Енді қараңыздар. Нәстәғин деп қатты созбасақ та болады деп тұр, бірақ абзалы созған. Юнфиқун, ар-рахим, ас-собирун. Я? Мінеки. Аяттардың соңында келген сөздер мәтті болса, олар мәтті арт деп аталады, және оны біз енді кез келген мәтті созғанымыз абзал, қыздар. Жақсы ма? Енді мәттілин дегеніміз не? Мәттілин дегеніміз именно вау мен яй әрпіне қатысты ереже. Вау мен яй бізде мәт әріптері ғой, яғни созылатын әріптер. Енді сол мәт әріптер яй мен вау кез келген бір аяттың соңында келсе, яғни сөздің соңында келсе, және олар сукундалып келсе, біз сукундап оқымаймыз, ол мәт болып кетеді екен бізде. Мин хауф хазал байт уассойф. Көрдіңіздер ма? Яғни мынау сукунның себебінен мыналар мәттеліп тұр. Бұны да 2-ге, 4-ге, 6 секундқа созады екен біз. Неге бар болған осы, қыздар. Мынау мәттерді қайталайсыздар, сосын үйге мыналарды мысалдары мен ережесін барлығын 5 реттен оқып шығасыздар. Иншалла түсініп оқыңыздар, жақсы ма? Егер сұрақтар болса сұраңыздар. Жалпы алғанда мәттердің қай-қайсысы болмасын созу ғой. Мынау просто мәттердің ішіндегі кірген түрлері, я? Міне, көрдіңіздер ма? Иншалла бүгінгі үй жұмысқа осы 5 реттен оқисыздар. 5 рет болмай общий 5 рет оқыңыздар. Құранды ашып қарасаңыздар да болады. Содан кейін иншалла келесі тақырыптарды ертең өтетін боламыз. Сәттілік. Қыздар, жаны мәттілин дедік қой, сіздерге соған мысал келтірейін. Құраннан Құрайш сүресінде мысалдар көп. Ашып қарасаңыздар мінеки. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қараңыздар. Құрайш сүресінде, міне, Құрайш деген сөз, мысалы, мынау сөз аяттың соңында келіп тұр. Тәжвид ережесі бойынша, егер аяттың соңында тәнвин, кез келген харекет түрі кездессе, біз оны оқымаймыз, автоматически ол сукунға айналып кетеді. Егер жалғастырып оқитын болсақ, оқимыз, жалғастырып оқымайтын болсақ, сукунға айналып кетеді. Сондықтан оқылмай қалады, яғни. Енді мынау яйдың үстінде бізде сукун тұр, я? Демек, аяттың соңында келіп тұр және мынау сөз. Біз бұны қалай оқимыз? Құрайш. Мына жерде де. Так. Міне, әс-сойфи деген сөз міне аяттың соңында тұр. Демек, уәс-сойф. Көрдіңіздер ғой? Иді созамыз. Өйткені ол мәттілин болып тұр. Мына жерде де бәйт. Не? Идің үстінде сукун тұрғанымен де біз не істейміз? Созамыз. Өйткені ол мәттілин. Так, мына жерде де хауф. Көрдіңіздер, я? Бұл мәттілинге мысалдар.